Бірден бір жаңғыз ғана институтпыз. Стратегиялық жағынан біз бидайымызбен әйгіліміз, арпаларымызбен жалғыз ғана ұсыныс беріп қоймай, оның артында мына фермерлерімізді оқытамыз, үйретеміз. Біздің мамандығымыз өсімдіктің дәрігері. Зиянды организмдерде Қазақстан территориясына еніп кетуі мүмкін. Өсімдіктің де иммунитеті төмен түсіп кететін болса, оларда аурушаң болады. Алған өнімінің, мынау биоагенттің возмещение қайтарымы бар, субсидия беріп жатыр. Карантинный служба бар, таможнядан кейін. Бұрын таможняға дейін тұратын. Складқа келді ма, мынау логистика бойынша бір жерге жиналады ғой. Содан тарамас бұрын тексерту керек әр партияны. Түсінікті. Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар. Бүгін міне біз қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтына келіп отырмыз. Бұл институтқа келу себебіміз ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының өнімдері, атап айтқанда ризовит АКС, фосфобацтерин, плантобактерин, биотыңайтқыштарын осы институттың мамандарымен бірлесіп сынақтар, лабораториялық сынақтар жүргіздік. Сол сынақтардың нәтижелерін білу үшін осы институттың басшылары мен мамандарына сұхбат алу үшін келіп отырмыз. Ал бүгін біз Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтына келіп отырмыз. Бұл институттың жаңа басқарма төрағасы, биология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы ғылыми академиясының академигі Бақытжан Әлішерұлы Дүйсенбековтен сұхбат алуға. Сәлеметсіз бе, Бақытжан мырза? Міне біз бүгін сіздердің институтқа келіп қалдық. Қазақстандағы бірде-бір үлкен институттардың бірі, және осы өзіміздің еліміздің үлкен проблемаларын өсімдік қорғау жағынан шешетін институттардың бірі. Сондықтан енді осы бүгін жолымыз түсіп сіздерге келіп отырмыз. Өздеріңіздің институт жайлы айта кетсеңіздер, қандай мәселелермен айналысасыздар, қандай институтта бағыттар бар? Біздің жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Жаскен Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институты өзіндік тарихы бар, орны бар, бірден бір ғылым ордасы. Аталмыш осы институтымыз 1958 жылы құрылған. Биыл бізге 65 жыл, Құдай қаласа, оны үлкен халықаралық деңгейде атап өту жоспарымызда бар. Ал енді институтымыздың негізгі мақсаттарының бірі не деген сұрағыңызға, біз Қазақстан территориясында бірден бір жаңғыз ғана институтпыз. Стратегиялық жағынан өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғау. Атап айтатын болсақ, бұл яғни фитосанитарлық қауіпсіздікке жауап беретін, ғылыми негіздемемен қамтамасыз ететін біздің ғалымдарымыздың негізгі жұмыстарының бағыты Қазақстан Республикасының өсімдік қорғау және карантин заңдарына сәйкес осы территориямызды, кең байтақ территориямызды мынау азық-түлік қауіпсіздігіне жауап беретіндей еңбек етеді. Міне осы мақсатта біздің ғалымдарымыз кез келген дақылдың осы өсіру технологиясы барысында, олардың барлық баптау кезінде әр жыл мерзімінде сәйкес шығып тұратын зиянкестері бар, аурулары бар, одан қалды арамшөптері бар. Міне соларға қарсы күрес шараларын жасаймыз. Енді бұл жаңағы айтып отырғандай, мынау біздің Қазақстанымыз кең байтақ алқапта, немізбен біз шетелдерге әйгілі болып жатырмыз. Біз бидайымызбен әйгіліміз, арпаларымызбен, одан қалды біздің әр өңірдің өзіндік маманданған дақылдар бар. Мысалға атап өтетін болсақ, Алматы облысы соя дақылдары, жүгері дақылдары, көкөніс, алма бақтары деген сияқты. Одан қалай мына оңтүстікке қарай ығыса берсек,
ең үлкен алқаптарда алып жататын мына оңтүстік аймақтарда мақта дақылы бар. Әрі қарай Қызылордаға барай өтетін болсақ, ол жерде күріш дақылы бар. Енді солтүстік аймақтарда енді білесіз, бұл дәнді дақылдардың аймағы. Шығыс Қазақстан майлы дақылдардың аймағы деген сияқты. Әр ауданның өзінің маманданған, өсіріп баптап отырған дақылдары бар. Енді Алматы облысын білесіз, енді тау бөктерлерінде, Шымкент облыс жақтары, Жамбыл облыстары жақтарында көбінесе бұл алма бақтар көп кездеседі. Міне әр дақылдың жылдап өсіріп отырғаннан кейін сол жерге бейімделген оның да зиянды организмдер болады. Міне соларға біздердің ғалымдарымыз жыл 12 ай зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сөйтіп зерттеу жұмысы барысында жеткен нәтижелерін біз осы технологияларын жасап, әдістемелік, мысалға құрал жабдықтар дейтін, химиялық болсын, биологиялық болсын, олардың барлығы өсімдіктерді қорғау құралдары деп аталады. Сол тәсілдерді пайдалана отырып, біздер ұсыныс береміз. Жалғыз ғана ұсыныс беріп қоймай, оның артында мына фермерлерімізді оқытамыз, үйретеміз. Кез келген дәрі-дәрмекті мынау дақылдарда жаңа зиянкестердің әр ұрпақтарына қарсы күресетін уақыттар, мерзімдерін анықтап береміз. Алдын ала болжам жасаймыз. Мысалға мынау осы алдымызда келе жатқан көктемнен бастап қандай технологияларға біз дайын болуымыз керек. Сол құрал жабдықтарымыз, саймандарымызды әзірлеп қойымыз керек. Мынау зиянкестерді білесіздер, ол біз қашан мынау дақылдарымызды жеп қойып кезде біз дәріні сатып алып жүретін болсақ, уақыт өткізіп аламыз. Бұл аурулардың өздері көзге көрінбейтін жаулар. Былайша айтқанда, біз мынау өсімдікті қорғау барысында, егер оның арнайы маманы болмаса, онда біз өнімділікті әп-сәтте жоғалтып аламыз. Сондықтан осы біздің өсімдік қорғау саласының мамандарын біздің фермерлер тиімді пайдалана білу керек. Біздің мамандығымыз өсімдіктің дәрігері. Енді атап айтсақ, осы Қазақстанда болсын, кез келген мемлекет болсын, негізінен біз 3 крест дегенді атап өтеміз. Қызыл крестке бұл енді адамзат баласын емдейтін дәрігерлерді айтамыз. Мынау көк крест дейді. Бұл көк крестке жататындар бұл жан-жануарлар, яғни мал дәрігері дейміз, оларды емдейтін. Енді біздердің мамандықтарымызды біз әлемде жасыл крестке жатқызады. Яғни жасыл крест бұл өсімдіктің дәрігері дейді. Осы 3 үлкен санитариялық жағдайға, фитосанитария болсын, ветеринария болсын, медицинада болсын, жауап беретін мамандарымыз болмайтын болса, онда бұл адамзат баласына үлкен қауіп төнеді деген сөз. Сондықтан бұл 3 крест бұл бір-бірінен ажырамайтын дүние. Барлығының айналып келгенде ұлттық қауіпсіздікке жауап беретін маман иелері. Міне осы біздің Қазақстан территориясында біздің институтымыздың дәрежесі сондай үлкен деңгейде тұратыны ол белгілі. Себебі біздер 2 заңға жүгінеміз. Жаңа айтып кеткенде өсімдік қорғау заңы және карантин заңы. Бұлардың барлығын ережелерін, осы баптарды өсімдіктерімізді өсіру барысында, егер заң жүзінде соның нормативтік құқылық актілерді орындау барысында сақтамайтын болсақ, сол бағытпен жұмыс жасамайтын болсақ, онда біздің мынау инспекторлеріміздің осы салаға жауап беретін қадағалмайтын болса, онда біз Қазақстан территориясын осы зиянды организмдерге тұнып қаламыз. Бізге өйткені шетелдерден де қаншама өсімдіктер кіріп жатыр. Тұқым арқылы кіреді, екпе дақылдары арқылы кіреді, немесе таза жеміс, көкөніс күйінде тауар алмасу барысында шекара асып келіп жатқан бар. Міне солармен бірге осы айтып отырған зиянды организмдерде Қазақстан территориясына еніп кетуі мүмкін. Енді атап өтетін болсақ, қазіргі таңда ауыл шаруашылық министрінің бұйрығымен бекітілген тізім бар. Аса қауіпті зиянды организмдер тізімі және карантинді зиянды организмдер тізімі бар. Олардың ішінде мына біз кедендік одаққа кіруімізге байланысты қазіргі таңда 200-ден астам
осы зиянды организмдер карантинді зиянды организмдердің тізіміне кіреді. Соның ішінде біздің Қазақстан территориясында қазіргі таңда 19-ға жуық карантинді объекті нысандар тіркелген. Соның ішінде ауыз толтырып қауіптенетін ең аса қауіптілерін атап өтейін. Мысалға, мынау алма бақтарында кездесетін бактериялық күйік ауруы. Ол енді қаншама біздің экономикамызға, біздің фермерлерімізге шығын келтіріп жатыр. Оны қорғау үшін қаншама шығын керек. Мысалға, мынау шетелдерде осы бактериялық ауруға байланысты 30-ға жуық химиялық өңдеу жасайды. Ал біздің Қазақстанның территориясында біздің ғалымдарымыздың жасаған жұмыстарының нәтижесінде біз 10-15 рет қана өңдеу жұмысын 2 есе төмен жасаймыз. Неге? Өйткені біздің Қазақстан территориясында біздің ғалымдарымыздың жасап жатқан жұмыстарының бірден-бір нәтижесінің бірі осы химиялық препараттардан бөлек химиялық препараттардың зияндылығын төмен түсіру үшін біздер биологиялық препараттарды қолданамыз. Одан бөлек микро-макро элементтерді пайдаланамыз. Яғни иммундық жүйесін арттыру үшін. Өсімдіктің де иммунитеті төмен түсіп кететін болса, оларда аурушаң болады. Кешенді түрде? Кешенді түрде, соның барлығын жүргізуіміз керек. Енді бұдан бөлек қазір мынау оңтүстік шығыс аймақтарында қызанақ дақылын егу тағы да проблема туындатып жатыр. Оған не проблема дейтін болсақ, аса қауіптілерден мақта көбелегі, жұлдыз құрты, жаңа құрт түсті деп жатады ғой, желісін тесіп, ішін шіртіп жіберіп жатады. Ол тауарлыққа да, жеуге де жарамсыз болып қалады. Одан бөлек карантинді тағы да зиянды организм, яғни тута абсолюты дейді, қызанақ, оңтүстік америкалық қызанақтың күйе көбелегі дейді. Енді бұл шегіртке құсаған зиянкес. Оны біздің фермерлер жақсы біледі. Мынау ашық алаңда да, жабық алаңда да мынау үлкен шығын қалып келіп жатыр. Көп дегені біздің фермерлердің аузы күйген, қорғау шараларын уақытында дер кезінде анықтап, оны жаңа айтып отқан дәрілерін уақытылы бүркемегеннен кейін өнімді 30%-дан 70, кейде 100%-ға дейін жоғалтып алып жатқан жағдайлар бар. Ал егер біздің технологиямен жұмыс жасайтын болса, онда біз мынау не дейді, гарантия бере аламыз да. Біздің технологиялар, ғалымдарымыздың жасап жатқан технологиялары бұл биологиялық күрестерді алға қоя отырып, мынау кешенді қорғау жүйесі дейді, интегрированный защита растений. Мынау сол, яғни комплекс әртүрлі технологияларды бірге пайдалану керек. Соның ішінде мынау ауыспалы егісті пайдалану керек. Көбіміз енді монокультураға жаңа айтып бердік қой. Бір дақылды экономикасы тиімділігі жоғары болғаннан кейін бір дақылға жабысып қаламыз да, ол ауыспалы егіс туралы ол ойламайды. Бірақ өкінішке орай жыл өткен сайын оның өнімділігі төмен түсе береді. Өйткені ол жерге ауру да, арам шөбі де, зиянкесі де барлығы бейімделіп, сол жерде жейтін тамағы бар болғаннан кейін ол да кетпейді ғой, жағдай жасалғаннан кейін. Бір культураға, жаңағы бір дақылға белгілі бір гербицидтер қолданады, белгілі бір жаңағы химиялық, сондықтан ол бейімделеді. Бейімделеді, төзімді болып алады. Сондықтан ол цепочканы бұзу үшін біздің мынау ғылыми жобаларымыздың нәтижесінде жеткен көптеген дүниелеріміз айтып кетуге болады. Мысалға, мына алма бағында бір фермеріміз 10 тонна алып келген болса, яғни ол кешенді жүйесін дұрыс пайдаланбағаннан кейін, біздің ғалымдарымыз ғылыми сүйемелдеу жасау арқылы ол шаруашылықты 45-50 тонна өнім алатынға жеткізді. Қазіргі таңда ол біздің фермеріміз практикада. Практика жүзінде үлкен алқаптар ғой, мысалға 50-100 гектарлық алқаптар. Міне сол алқаптардағы қазіргі таңда уже бәрі бизнеске жақын кісілер ғой енді. Алғашқыда ол 10 тоннаға арнап қоймасын салған болатын да. 10 тонналық алмасын сақтайтын қысқа. Енді біздің технологияны пайдаланғаннан кейін ол 5 есе жоғары өнім алды ғой. Енді ода қазір проблема туындады. Қалған 40 тоннасын қайда сақтаймын деген сияқты мәселе туындайды да. Ол да жақсы нәрсе. Өйткені ол өзінің әлеуетін арттырып жатыр. Шешім табылады. Ол жағынан мысалы біздің ауыл шаруашылық министрлігінен, үкіметтен үлкен қолдаулар бар, субсидиялар беріліп жатыр. Биогенттер, мысалы оңтүстік Қазақстанда мақта алқабында биологиялық күрес тәсілдерін қолданған үшін 3 биогент бар: трихограмма, алтын көз және бракон деген.
мынау мақта құртының, өрмекшекененің табиғи жаулары соларды жеп құртатын. Сондай дүниелерді пайдаланса, үкімет 50%-ға дейін субсидиямен алған өнімінің, мынау биогенттің возмещение дейді, қайтарымы бар, субсидия беріп жатыр. Одан кейін химиялық препараттар болсын, тізімге кіріп тіркелген, тізімде бар препараттар болатын болса, ол да 50%-ға дейінгісін үкімет қайтарып беріп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл фитосанитарлық қауіпсіздікке үкіметіміздің өте қатты көңіл бөліп жатқандығы, фермерлерімізге қолдау көрсетіп жатқандығы. Енді мысалға біздің институтымызда осы табиғи жолмен біздің ғалымдарымыз 3 препаратты жасап шығарып өндіріске енгізді. Қазір рұқсат пестицидтер тіркеу, рұқсат етілген пестицидтердің қатарында енгізілген. Барлық документтер, құжаттары бар. Заң жүзінде енгізілген бұл ақкөбелек деген биопрепаратымыз бар. Жаңа айтып отқан Батыс Өстерингенис деген штам негізінде жасалған. Біз тұңғыш алғашқы осы биопрепаратты жасап шығардық. Оның енді тиімділігі бұл химиялық препараттардан кем жұмыс жасамайды. Артық болмаса кем жоқ. Неге? Өйткені ол бірінші кезекте адам баласына зияны жоқ. Өйткені бұл табиғи жолмен алынған. Екінші кезекте экологиялық таза өнім алуға жұмыс жасайды. Бұл өйткені бүкіл әлем осы Батыс Өстерингенис коммерциалдық тұрғыда өндіріске алған. Міне сол сияқты шегірткеге қарсы 2 препаратымыз тіркелді. Бұл энтопатогенді саңырауқұлақ негізінде Байвери массияны және Метаризиум анисопли деген 2 препаратымыз бар. Микалар М, Микалар Б деген. Ол да осы шегірткелерге қарсы тізімге енген. Қазіргі ең мәселелердің бірі сондай аурулар болып жатыр. Соларды тоқтату жолдары бар ма? Ондай ауру пайда болған жағдайда мынау біздің шаруашылықтар қайда бару, кімнен көмек сұрау керек? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Енді бұл көтеріп отқан мәселеңіз негізінен заң жүзінде реттелетін дүниелер. Кеңес үкіметі кезінде бұлардың санының аз болуының себебі біз әр мемлекет, әр одақтың ішінде, керек десеңіз, Қазақстан территориясының ішінде ішкі карантин деген мәселе болатын. Қазір ішкі карантин. Бизнесті қолдауға байланысты ешқандай кедергі болмау керек. Бүкіл кедергілерді алып тастап керек десеңіз, мынау жол полицияларының өздері мынау посттар болатын еді ғой, бекеттер. Солардың бәрін алып тастап, қазір Қазақстан бір тұтас дүние сияқты болып қалды. Бір-біріне бару, келу, тауар алмасуда да тексеру мәселелерінің барлығы шектелген. Өкінішке орай, осы мынау әр облыстың арасындағы кезінде тоже карантин болған кезде инспекциялар жұмыс жасайды. Солардың барлығы шектеулер алынғаннан кейін заң жүзінде осы ішкі тауар алмасудың кезінде, мысалға мынау Алматы облысынан Қызылорда облысына тұқым алып барамыз, немесе көшеттерді алып барамыз, немесе осы жақтағы өндірілген өнімдерді, алмаларды болсын, жеміс көкөніс болсын тасымалдаймыз. Сол кезде мынау ортадағы мына карантинный зонадан мына аймаққа барған кезде сол арадағы тексерулер жоқтың қасы. Внутренний карантинный сертификат деген жоқ есебі да. Сол бақылау өте күрделіге айналып кетті. Ал енді шетелден бізде қазір енді әр бизнесмен тікелей барып кез келген мемлекетпен өздері барып алып келіп жатқан жағдай бар. Мысалға бұрын Совет үкіметінің сонда бізде шекарада карантинный служба жоқ па не? Карантинный служба бар, таможнядан кейін. Бұрын таможняға дейін тұратын. Бірінші карантинный служба тексерістен кейін барып таможня арқылы өтетін. Қазір керісінше приоритетті кедендік одаққа беріп жіберді, кедендік неге қызметтерге. Енді бірақ ол жерде де таралап мынау бүкіл әлемдік сауда ұйымының ережелеріне сәйкес әр мемлекет осы сауда ұйымына кіргеннен кейін оның талаптары да өзгереді. Сол талаптарға сәйкес кез келген мемлекет мынандай фитосанитарлық сертификат арқылы өтеді. Кез келген жүк тасымалы кезінде. Мысалы, өсімдік алып келе жатады, соған сертификат. Тұқым алып келе жатыр. Оған сертификат бар. Сол қағазға сенеміз да, тексермейміз. Шекарадан өткізіп жібереміз. Тексереді, егер подозрение болатын болса, не дейді, выборочный дейді ғой. Былай көзбен көрінбейді ғой. Көзге көрінбейді, бірақ ауру көзге көрінбейді. Сол сертификатқа сенеміз да біз. Көбінесе сөйтіп, ол өзінің кедендік мәселенің кезінде солай реттелген, бірақ егер подозрение болып күмән туса, ол проба алынатын құқы бар.
бірақ өкінішке орай көбінесе жаңағы мынау кедергі басқа нелерге кезекке келтірмеу үшін өткізіп жібереді. Бірақ кез келген мемлекет, қабылдап алған мемлекет соны вторичный досмотр дейді. Соны жасап барып былай тарқату керек та. Осы жақтарда кішкене осалдылық бар. Өйткені мына бактериальный ожог қалай кіріп кетті, күйік. Мынау екпе ағаштары алмалардан нелерден келеді ғой. Мысалы бактериальный ожогтың, күйіктің өзі 200-ге жуық раушан гүлдерді зақымдайтын ауру бұл. 200-ге жуық түрді. Соның ішінде мына роза гүліңіз болсын, розоцветный дейді ғой, роза гүлдерді зақымдайтын ауру. Міне сол кезінде біз Италиядан алып келдік саженстардан, Польшадан, Европадан, жан-жақтан келді, Турциядан келді, жан-жақтан келді да, ол скрыто зараженный, ол ішінде болды ғой. Сыртынан көрінбейді ғой, соны айтып отырмын ғой, көрінбейді. Көрінбегеннен кейін, міне осы мәселеде біздің негізінен фермерлердің де, барлығының да мынау затты алып өзіне екпес бұрын екінші реттік осындай маманданған институтта немесе мынау біздің ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты мемлекеттік инспекцияда карантинный лаборатория дейді, орталық бар. Соларда негізінен тексерту алу керек. Содан кейін барып егу керек та. Өкінішке орай біз асығыстық жасаймыз. Аламыз да, алып келдік, мына қағазға сенеміз да, егіп жіберіп, ол скрыто зараженный дейді. Жасырын түрде, ол 1 жылда ма, 2 жылда ма, ол шығады ауру. Сөйтіп тұқым арқылы да барлығы сөйтіп кіріп кетіп жатыр. Менің түсінгенім бойынша былай, бақшамызда, жаңағы келіп жатқан көбінесе көзге көрінбейтін аурулар бұл. Иә. Сондықтан біз жаңағы қағаз жүзінде ғана сертификатқа сенеміз да, ешқандай проба алмай, әр фермер өзінің жаңағы жеріне барып егеді, содан басталады. Бұлай жаңағы міндетті түрде екінші рет тексерту деген ондай ол кішкене олқылықтау болып тұр. Енді мысалға бұл негізінен әр мемлекеттің өзінің осы фитосанитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, азық-түлік қамтамасыз ету үшін қауіпсіздігін. Мынау кез келген мемлекеттен келетін мынау дақылдар болсын, кез келген нелерді алдын ала историясын қарау керек. Ол карантинный свободный зонадан ба, ол жердегі алып келіп жатқан тауарларда, солардың да бақылау керек. Оны автоматтандырып түрде енгізіп, ол система арқылы автоматтандырмаса, әр партияның қадағалау мүмкін емес. Сондықтан әр потокты зерттеп, оны бақылау үшін осы тексеру барысындағы вторичный досмотрды күшейту керек. Енді енгізді, фермер білмеді. Складқа келді ма, логистика бойынша бір жерге жиналады ғой, содан тарамас бұрын тексерту керек әр партияны. Түсінікті. Енді жарайды, ол жаңағы көбінесе фермерлер жаңағы несіне экономить етеді, ол өткізбеді, етті, ауру пайда болды. Енді ауру пайда болған олар қайда бару керек қазір? Скупой платит дважды. Сондай сияқты болмай үшін әлбетте жаңағы ол тексерту керек қой. Мақұл, енді ол проблема туындағаннан кейін әлбетте бірінші кезекте біздің осы айтқан мемлекеттік инспекция комитетіне қарасты республикалық методикалық болжам орталығы бар, және фитосанитарлық диагностика және болжам орталығы бар. Солардың мамандарымен осы ауру шықты деп соларға нетсе, олар соны нақтылайды. Болмаса біздің институтқа келсе, біз олардың түрін анықтап қана қоймай, ғылыми сүйемелдеу жасау арқылы ол проблеманы шешуге біз үлесімізді қоса аламыз. Тікелей біздерге келсе де болады. Біз бүкіл проблемасын шешуге көмектесеміз. Бұл енді әр түрдің, аурулардың, зиянкестердің түріне қарай біздің ақылы қызмет көрсететін жағдайымыз бар. Прескуранттарымыз бар. Ол бізде бекітілген, қолжетімді нарықтағы бағамен жасалынады. Одан бөлек, егер біз мынау алқаптарының көлеміне қарай нететін болсақ, оның да бағасын келісімді түрде қол жетімді қылып, оның ғылыми сүйемелдеу, қандай препаратын алу керек, қай кезде не беру керегіне дейін толық бір сезон бойы, келесі жылға дейінде үнемі келісім шарт жүзінде біз қызмет көрсете аламыз. Сол жерді сауықтандырып біткенге дейін, проблемасы шешілгенге дейін. Өте жақсы ғой. Ал енді үлкен сізге рахмет.